Құрметті көрермендер, қалайсыздар? Мынау гуми деген дайын тыңайтқыш. Бұл дайын тыңайтқышты мен өзімнің биылғы еккен көшетімнің түбіне қиын деп отырмын. Көшеттерім өте әлсіз болып тұр, жапырақтары сарғайып, дұрыс өспей тұр. Бұның енді сіздерге пайдасын айтып кетейін. Пайдасы еккен көшеттің тамырын қатты қылып, күшті қылып күшейтеді, сарғайған жапырақтарына нәр береді, зиянкес жәндіктерден қорғайды, алдағы уақытта жақсы өнім береді. Мынау енді сұйық түрі, дайын түрі. Анау пакеттегі ол енді пасты түрі. Екеуін алсаңыздар да болады. Мен екеуін де алдым. Өте қымбат емес, екеуі 1000 теңге болады. Қалай дайындау керек екенін көрсетейін. 10 литр шелекке 10 литр таза су құйып қоясыздар. Қандай ыдыс болса да бола береді. 10 литрге дайындалу әдісін көрсетейін. Міне гуми деген тыңайтқышты ашамыз. Іші осындай пасты. Жиегін кішкентай қайшымен, енді мынау сұйық түрі ғой, мен енді пасты түрін пайдаланайын деп жатырмын. Жиегін қайшымен қиясыздар да, үлкен дәу ас қасықпен 10 литр суға бір дәу ас қасықты қосып жібересіздер. Сонымен араластырып жіберіп дайындап қоясыздар. Енді бұл 10 литр бүкіл бақшадағы еккен өсімдіктерге жетпейді, сондықтан бірден дәу бочкаға дайындасаңыздар болады алдағы уақытта. Ол үшін жаңағы мен сіздерге көрсеттім ғой, бір пакеті. Сол бір пакетті бір дәу бочкаға қосасыздар. Бетін жауып қоямыз. 12 ямысы 24 сағатқа қойып қоясыздар. Міне пакет, осы пакетті бір дәу бочкаға құясыздар. Сосын алдағы уақытта жаймен қиып отырасыздар ғой. Аптасына 2 аптада бір құйсаңыздар болады. Гүлге де болады, қызанаққа да болады, баклажанға да болады, болгарский перецке де болады. Міне дайын болды, 24 сағат өтті. Енді көшеттердің түбіне қиып шығамын. Мендік енді қазір бүгін 10 литр ғана дайындадым мен. Алдағы уақытта бочкаға дайындап қоям. Енді қазір әрбір көшеттің түбіне жарты литрдан құйып шығам. Түбіне. Сосын алдағы уақытта енді көресіздер ғой, қалай болады. Көшеттеріңізді қарап отырасыздар, өздеріңіз бочкаға дайындап қойсаңыздар, көп онда 1 литрдан түбіне құйып шығасыздар. Әрбір көшеттің аптасына 2 рет құясыздар. Құрметті көрермендерім, осы көрсетіп жатқан жаңағы әдісім сіздерге ұнап жатса, осыны пайдаланып көріңіздер. Өнімдеріңіз көп болсын, жаңағы еккен жаңағы көшеттеріңіз барлығы жақсы болып өссін. Көріскенше сау болыңыздар.